Сабақ тақырыбы параллелограмм және оның қасиеттері. Оқу мақсаты: параллелограмм анықтамасын білу, параллелограмм қасиеттерін қорытып шығару және қолдану. Бағалау критерийлері: параллелограмм анықтамасын біледі, параллелограмм қасиеттерін қорытып шығарады және қолданады. Бүгінгі сабақта келесі сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Параллелограмм дегеніміз не? Параллелограммның қандай қасиеттері бар? Жаңа тақырыпты бастамас бұрын естеріңізге түсіріңіздер. Екі параллель түзулерді қиюшы түзумен қиғанда, ішкі айқыш бұрыштар тең. Әрине, сәйкес бұрыштар тең. Дұрыс, ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Сөйлемді жалғастырыңыз. Екі үшбұрыш тең, егер бір үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы екінші үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышына тең болса, бұл екі үшбұрыш тең болады. Дұрыс, бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы, сәйкесінше екінші үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышына тең болса, бұл екі үшбұрыш тең болады. Әрине, бір үшбұрыштың үш қабырғасы сәйкесінше екінші үшбұрыштың үш қабырғасына тең болса, бұл екі үшбұрыш тең болады. Сонымен, параллелограмм дегеніміз не? Қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан параллель болатын төрт бұрыш параллелограмм деп аталады. Берілген параллелограммда АБ қабырғасы СД қабырғасына параллель, АС қабырғасы БД қабырғасына параллель. Параллелограммның биіктігі параллелограммның бір жағы бар түзу сызығына кез келген нүктеден қарама-қарсы жағын қамтитын түзу сызыққа түсірілген перпендикуляр. БН қабырғасы СД қабырғасына түсірілген биіктік, ДФ қабырғасы АБ қабырғасына түсірілген биіктік, БМ СК АД қабырғасына түсірілген биіктіктер, АТ СД қабырғасына түсірілген биіктік. Параллелограммның қандай қасиеттері бар? Бірінші қасиет: параллелограммның бір қабырғасына іргелес жатқан бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Демек, АБЦД параллелограммын қарастыратын болса, А және Д бұрыштары АБ және ДЦ параллель түзулерін АД қиюшымен қиған кездегі ішкі тұстас бұрыштар болады. Яғни, ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екенін білеміз. Сәйкесінше параллелограммның басқа да бұрыштары, яғни іргелес жатқан бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Екінші қасиет: параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары және қарама-қарсы бұрыштары тең. Берілгені: АБЦД параллелограммын қарастырайық. Дәлелдеу: АБ-ның СД-ға, БЦ-ның АД-ға теңдігі, бұрыш А-ның бұрыш С-ға, бұрыш Б-ның бұрыш Д-ға теңдігін дәлелдеу керек. Дәлелдеуі: үшбұрыш АБЦ және үшбұрыш АДЦ үшбұрыштарын қарастырамыз. АС қабырғасы ортақ, бұрыш 1 бұрыш 2-ге тең, яғни ішкі айқыш бұрыштар бұрыш 3 бұрыш 4-ге тең. Демек, үшбұрыш АБЦ және үшбұрыш АДЦ үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша тең. Яғни, бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышы, сәйкесінше екінші үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болса, бұл екі үшбұрыш тең болады. Демек, АБ қабырғасы СД қабырғасына тең, БЦ қабырғасы АД қабырғасына тең. Және бұрыш 1-дің бұрыш 3-ге қосындысы бұрыш 2-ның бұрыш 4-ге қосындысына тең болады. Яғни, бұрыш А бұрыш С-ға тең, бұрыш Б бұрыш Д-ға тең.
Үшінші қасиет. Параллелограммның диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. ABCD параллелограммын қарастырайық. BD-ның AC-мен қиылысуы O нүктесіне тең. Дәлелдеу. BO-ның OD-ға, AO-ның OC-ға теңдігін дәлелдеу керек. Дәлелдеуі. AOB және COD үшбұрыштарын қарастырамыз. AB және CD қабырғалары параллелограмм анықтамасы бойынша тең болады, яғни параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары тең. Бұрыш 1, бұрыш 2-ге тең, бұрыш 3, бұрыш 4-ге тең, яғни AB CD қабырғасына параллель, BD және AC қиюшы арқылы бұрыш 1-дің бұрыш 2-ге, бұрыш 3-дің бұрыш 4-ге теңдігі, яғни ішкі айқыш бұрыштар болады. Демек, үшбұрыш AOB тең үшбұрыш COD-ға, яғни үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша. Сәйкесінше AO OC-ға тең, BO OD-ға тең. Тапсырма. MNPK параллелограммның периметрін табыңдар. Параллелограммның анықтамасы бойынша қарама-қарсы қабырғалары және параллелограммның қарама-қарсы бұрыштары тең. Демек, параллелограммның периметрі 26 см болатынын көруге болады. MNPK параллелограммның бұрыштарын табыңдар. Параллелограммның бірінші қасиеті бойынша параллелограммның қарама-қарсы бұрыштары тең. Демек, бұрыш М бұрыш Б-ға тең, яғни 80 градус. Параллелограммның бірінші қасиеті бойынша параллелограммның іргелес жатқан бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екенін біле отырып, бұрыш Н-ның бұрыш К-ға теңдігі 100 градусқа тең болатынын көруге болады. Келесі тапсырма. ABCD параллелограмм берілген. O диагоналдарының қиылысу нүктесі, MK кесіндісі осы нүкте арқылы өтеді. Үшбұрыш OMB және үшбұрыш OK-ды тең екенін дәлелдеңіз. Шешімі. Параллелограмм қасиеті бойынша BO OD-ға тең, бұрыш BOM және бұрыш KOD вертикаль бұрыштар, яғни олар тең. BM және DK параллель түзулер және BD қиюшы болса, бұрыш MBO және бұрыш DOK ішкі айқыш бұрыштар болады. Ендеше үшбұрыш OMB үшбұрыш OKD-ға тең болады, яғни қабырғасы және оған іргелес жатқан бұрыштары арқылы. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша тең болады. Жаңа тақырыпты бекіту мақсатында оқулықпен жұмысты ұсынамын. Жазбаша. Оқулық 8-ші сынып геометрия, мектеп баспасы, 21-22 беттегі номері 2-ші, номері 8-ші және номері 13-ші тапсырмалар. Тапсырманы орындауда дескрипторды қолдануды ұсынамын. Әрине, сабақтың қорытындысында қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан параллель болатын төртбұрыш параллелограмм деп аталады. Параллелограммның бір қабырғасына іргелес жатқан бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары және қарама-қарсы бұрыштары тең. Параллелограммның диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Әрине, өте маңызды бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз. Яғни, мен өз нәтижеме қуаныштымын. Менің әлі де сұрағым бар. Ештеңе түсінбедім. Кері байланысты күнделік KZ сайтынан қарауларыңызға болады.